Ресей туралы 10 дерек. Ресей немесе Ресей Федерациясы қысқартылған РФ Шығыс Еуропа мен Солтүстік Азиядағы мемлекет. Ресей әлемдегі ең үлкен мемлекет. Оның халықаралық мойындалған шекаралардағы аумағы 17.098.246 км². Бір шекарадағы, бірақ Украинаға тиесілі Қырыммен бірге басып алынған және кейіннен аннексиялану халықаралық мойындалмаған елді қосқанда халқы 146.150.789 адамды құрайды. 2024 жылы әлем бойынша 9-ші орын. Астанасы Мәскеу. Ресейде бүкіл елдегі мемлекеттік тіл орыс тілі. Ресейдің бірқатар аймақтарында да мемлекеттік және ресми тілдер бар. Ақша бірлігі Ресей рублі. Ресей бұл елде 190-нан астам ұлт өкілдері тұратын көпұлтты мемлекет. Олардың ішінде орыстар 80%-ді құрайды, ал ресейліктердің 99.4%-дан астамы орыс тілінде сөйлейді. Халықтың көпшілігі шамамен 75%-і діни тұрғыдан өздерін православие санайды. Бұл Ресейді әлемдегі ең көп православие халқы бар елге айналдырады. Ресей әлемнің 18 елімен шектеседі, 16-сы құрлықта, 2-і теңіз арқылы. Оның конституциясына сәйкес Ресейге 89 субъект кіреді. Оның 48 облысы, 24 республикасы, 9 аймақ, 3 федеративті қала, 4 автономиялық округ және 1 автономиялық облыс бар. Елде барлық 157 мыңға жуық елді мекен бар. $2021 жылға арналған жалпы ішкі өнім номиналды шамамен $1.8 триллион құрады. Бұл Ресейді әлемдегі 11-ші ірі экономикаға айналдырды. Мемлекеттік жекешелік әріптестік бойынша 6-шы. Назарларыңызға рахмет.